Қазіргі уақытта сіз пак деп аталатын терминді естідіңіз. Пак дегеніміз бұл тек қана күтім нүктесінде тестілеу деп аталады. Пактың ең кең таралған түрі қан глюкозасын тексеру, оны үйде, амбулаториялық жағдайда, аурухана жағдайында жасауға болады. Бұл тек қалтаңызда алып жүруге болатын кішкентай құрылғы. Сіз саусақтан қан алып, құрылғы арқылы қан тексеріледі. Және ол сіздің қан глюкозасының бәл нәтижесін береді. Пак басқа жағдайларда да қолданылуы мүмкін. Қазіргі уақытта біз абд немесе артериялық қан газын тексеру деп аталатын нәрсені жасаймыз. Бұл да пак мүмкіндігі бар. Жағдай. Пак қолдану өте оңай, өте қауіпсіз, сенімді. Кез келген жерде, кез келген жағдайда қолдануға болады және оны өзіңізбен бірге алып жүруге болады. Алайда, оларды стандарттау қажет. Сіз стандартты компанияларды қолдануыңыз керек. Құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын дәрігермен үнемі тексеріп отыруыңыз керек. Өйткені қайталанған қолдануда кейде құрылғылар қате нәтижелер бере бастайды. Сондықтан күмән туындаған кезде пак құрылғылары стандартты зертханалардан алынған зертханалық мәндермен қайта тексерілуі керек.